Саламатсыздар ма? Бүгін біз шайға оңай тез дайындалатын тәтті дайындаймыз. Көреміз. Ол үшін бізге осындай печенье керек. Бұл печеньеларды қолмен жақсылап сатамыз. Осындай кусок. Бұл шайдың тәттісіне пеш ештеңе керек емес. Бұл тез дайындалады. Ал менің күйеуім осы печеньеларды ұнтақтап болғанша, мен сіздердің қойған сұрақтарыңызды күйеуіме қояйын. Қайда, комментарийде ма? Комментарийде бір видеоның астында бір кісі мынандай пікір қалдырыпты. Бағдат, сен жұмыс істемейсің ба? Осылай әйеліне тамақ дайындап үйде отырасың ба сонда? Продуктыны жұбайын алып келеді ме? Өте қызық екен дейді. Ал жауабыңызды беріп едіңіз осы тұста. Жұмыс істемесем қосал деген ба? Егер бұлай айтатын болсақ, мен жұмыс істеймін. Негізгі мамандығым бар. Тамақ жасау бұл менің хоббим деп айтсам болады. Бұрыннан тамақ жасау ұнайды. Студент кезінен, мектеп кезінен деп айтсам да болады. Мамандығымды айта берейін ба? Иә. Енді подписчиктеріңіз қалап тұрса, подписчиктерім қалап тұрса айтайық. Бәрі таң қалатын шығар. Так, мен мамандығым негізгі мамандығым дәрігер. Негізгі мамандығым болғанда осы мамандық бойынша жұмыс жасаймын. Дәрігердің ішінде хирург, хирург. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің интернатура бакалавр мамандықтарын, интернатураны врач общей практики мамандығы бойынша оқып бітіргем. Және резидентураны Қазақ ұлттық университеті Алматы қаласында Санжар Асфендияров атындағы хирургия мамандығын оқып бітіргем. Өзім қазіргі таңда хирург болып жұмыс жасаймын. Приемдарым бар, стационарда жұмыстарым бар, палаталарым бар. Оның сыртында түнгі дежурстволарым бар, күндізгі дежурстволарым бар. Солардан артылған уақытта осындай видео түсіреміз. Осындай түнде мен жұмыстан кеш келем. Әйелімнің осындай бастамасымен осылай түсірейік деп шештік. Әйелімнің де мамандығы дәрігер. Баламыз да дәрігер. Енді қалай айтсам екен, жігітке жеті өнерде аз деп айтады ғой. Сол сияқты осы. Иә, әсіресе ер адамдардың істеген тамақтары өте дәмді болады. Менің күйеуім менен тәтті жасайды тамақты. Біз ойлап қалмаңыздар, прям күні түні видео түсіреді екен деп. Или прям күні түні күйеуім маған тамақ істеп береді екен. Бұл видеолар мысалы. Ол сіздерге арналады бұл видеолар. Сіздермен бөлісу мақсатында. Бұл түнгі 2-3-те түсірілген видеолар болуы мүмкін. Сіздерге барынша пайдалы болуға тырысып жатырмыз деген ойдамыз. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса комментарийде жазып кетсеңіздер болады. Біз осылай сіздердің әрбір комментарийлеріңізге қызықты сұрақтар қойсаңыздар жауап береміз. Жеке өміріміз жайлы болмаса рецепттер жайлы сұрақтар қоя берсеңіздер болады. Так что жаңағы кісінің сұрағына толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Продуктыны барлығын күйеуім алып келеді, бірақ сіздерге пайдалы болу үшін тағы да айтамын, күйеуім жасап осылай видеоға түсіреміз. Так, печеньенің үстіне құятын ерітіндіміз дайын. Енді осы ерітіндіні печеньеміздің үстіне ақырындап құямыз. Печеньемізді араластырамыз. Енді орехімізді осылай сақтап аламыз.
орехімізді қосамыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған тәттімізді формаға саламыз. Так, формаға салып болдық. Енді морозильникке салып қатырамыз. Тәтті десертімізді морозильниктен алдық. 1 сағаттай тұрды. Формасын аламыз сыртындағы. Не осылай болып шықты. Енді бетіне орех себеміз. Жақсылап. Бетіне шоколад ерттім жаңа. Соны жақсылап. Арнайы пакетик емес, тортқа арналған. Тәтті десертіміздің дәмін көрейік. Бетіндегі шоколад қатпасын десеңіздер, шоколадқа сливочный май қоссаңыздар болады. Бисмиллах, тәттіміздің дәмін көрейік. Шайға тез дайындалған. Әрі кетсе бір 10 минут уақытым кеткен шығар. Күшті ме? Кәне мен көрейін енді. Күшті екен. Қараңыздаршы, торт қой кәдімгідей. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет. Біздің шайға жасалған тәттіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайындалады. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.